Михаэль Шумахер барлық жастағы ұлдардың кумирі, формула жарысының сөзсіз көшбасшысы. Қандай қасиеттер осындай ерекше махаббатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді? Майкл тек өзі ғана жеңімпаз бола алатынына сенімді, бұл спортшының негізгі және күшті мотивациясы. Көптеген адамдар үшін Шумахер тегі жеңілмейтін чемпион, Формула 1 жарысының тұрақты көшбасшысы дегенді білдіреді. Ұлдар үшін бұл арман, олар жеңімпаз немесе чемпион болғылары келетінін айтпайды. Олар Шумахер болғысы келетінін айтады. Сонда бұл не? Туа біткен талант, ерекше талант немесе күнделікті жұмыс? Адамдар қалай осындай ерекше қаһарманға айналады? Мұны бірден айту керек. Егер сіз өзіңіз қаламасаңыз, онда сізде кем дегенде 3 есе талант пен 7 ауқымды интеллект болса да, оның еш пайдасы болмайды. Сіздің қалауыңыз негізгі қозғаушы фактор болып табылады. Сондықтан таңдалған адамдар не қалайтынын, нені ұнататынын нақты біледі, және олар мұны өте жақсы істей алады. Мұны білмейтіндер үнемі жұмыста эмоциясыз жұмыс істейді, және өздеріне және мұндай әділетсіз өмірге ренжиді. Біреу командада жұмыс істеуді және ойнауды ұнатады, бірақ бұл Шумахер туралы емес. Бала кезінен ол қорқынышты индивидуалист және жалғыз болды. Жеке қорлау, бірақ сонымен бірге оның жеңістері үшін үлкен ынталандыру, екінші ұшқыштың мүмкіндігі болды. Оның жеке командасы одан жоғары орын алады. Ол ғана жеңімпаз атана алады деген ерекше сенімділік бұл спортшы үшін жалғыз, бірақ өте күшті мотивация болды. Бұл оның алтын мансабының басында болған жағдай. Спорттық ашуланшақтық, қысым және агрессия көптеген шабандоздарды жеңімпаздың тұғырына шығаратын әдеттегі өнімді қасиеттер. Бірақ сіз өзіңізді қалай чемпион етесіз? Шын мәнінде құнды нәрсеге қалай қол жеткізуге болады? Майклдың жарыс машиналарына деген сүйіспеншілігін оған шөп шабатын машинадан карт жасап шығарған әкесі сіңірген. Үлкен Шумахерде бай болмаса да карт-трекке ие болды. Әрине, алғаш рет 3 жасында жарыс көлігінің тізгініне отырған балада жоғары жылдамдыққа деген сүйіспеншілік пайда бола алмады, дегенмен сол алғашқы сапардың соңы жақсы аяқталмаған, қолдан жасалған карт машинамен соқтығысқан. Полюс. Бірақ бұл оқиға оның ата-анасында өзінде тоқтатпады. Сондықтан 5 жасында басқа балалармен жарысып, ол өзінің алғашқы жүлде кубогын жеңіп алды. Болашақ чемпионды тәрбиелеуге қатысу. Ол баланы спорттың ең қатал, ең қатыгез әлеміне беруден тайынбады, және оның артынан жүгірмеді, өз-өзіне зиян тигізеді деп алаңдады. Барлығы осыдан басталды. Жарыспен қатар Майклда айналысқан дзюдо. Күрес пен көліктің бірін таңдайтын кез келген кезде де, ол жігіт үшін әдемі спорттық көліктерден гөрі жақсы күресу маңыздырақ деп есептегендіктен дзюдоны таңдады. Бірақ тағдыр басынан мүлде басқа нәрсені жоспарлаған еді. Күрес бойынша спорттық турнирлерде Майкл тек 3-ші орындарды иеленді. Бұл, әрине, оның әкесіне ұнамады. Ал Шумахер қайтадан жарысқа оралғанда бұл дұрыс шешім болды. Майклдың отбасы өте кедей болды, сондықтан оның ата-анасының мұндай қымбат әрекетті төлеуге ақшасы жетпеді. Бірақ әлем жақсы адамдарсыз емес. Олардың отбасының досы Юрген Дилік жас Шумахерге көмектесті. Ол жігітке жаңа жылтыр карт сатып алды. Бұл адам Майклға белсенді түрде көмектесуді жалғастырды. Содан кейін әртүрлі неміс және тіпті еуропалық жарыстарда көптеген жеңістер болды. Оларда жас жүгіруші де жеңімпаз болды. Бірақ ол өз кәсібін өзі ұнататын хобби деп санады. Бірақ ол жеңістермен артық ештеңе бере алмады, тек өзін-өзі бағалауды көтерді. Мен олардан маңызды ештеңе көрмедім. Мектептен кейін Майкл механик болуды жоспарлады, және автомобильдер оның өміріне мүлде басқаша әсер ететінін мүлде білмеді. Ал 90-шы жылдардың басында Шумахер Формула 3 жеңімпазы болды, тіпті. Мен Жапонияда аздап міндім. Көбінесе өмір талантты жүргізушіге мүмкіндік берді. Кездейсоқ Шумахер Формула 1-ге түсті. Бір ұшқыш ұрысқан үшін түрмеге жабылғанда командада жас Майклға орын берілді. Ол, әрине, тағдырдың мұндай бұрылысын күтпеген еді. Ал 1991 жылдың тамызында Шумахер Бельгия гран-приінде өзінің жоғары біліктілігімен бірінші ұшқыштан озып шықты. Барлығы бұдан да жақсырақ болуы мүмкін еді, бірақ жүргізуші жолдан шығып кетуге мәжбүр болды, өйткені жеке көлігі оны түсіріп жіберді. Осылайша әлемге әйгілі спортшының мансабының аңызға айналған өрлеуі басталды. Ең басында ол әйгілі 3 дүркін әлем чемпионы Нельсон Пикетпен бірге екінші ұшқыш болып тағайындалды.
Бірақ бұл Майклға ешқандай әсер етпеді, өйткені ол үшін билік немесе пұттар жоқ, бірақ ештеңеге қарамастан ең жақсы болуға және жеңуге деген ұмтылыс болды. Ол өзіне және өзінің қабілеттеріне сенімді болды, және бұл көп нәрсені білдіреді. Оған қоса, бірінші болуға деген ұмтылыс, енді Шумахер 5-ші, ал аты аңызға айналған Пике жас дебютант үшін бұл өте керемет. Керісінше оның одан әрі жеңіске жететініне ешкім сенбеді. Бәрі жас немістің құмарлығы жақын арада бітеді деп ойлады. Бірақ Майкл барлық қиындықтарға қарамастан келесі маусымда бірінші алтынын жеңіп алды. Бірақ оның қарсыластары әлдеқайда тәжірибелі, ауа райы. Бұл күн өте қорқынышты болды. Содан кейін біраз уақыт келді. Мансабындағы құлдырау, біраз уақыт оның жолы болмады. Шумахер мен атақты бразилиялық жүгіруші Айртон Сенна арасындағы жанжалды жағдай туралы көпшілік біледі. Ол кезде Майкл жаңа көлікті игеріп жатты. Ол аяқталмаған және басқаруы шынымен оғаш болды. Сондықтан біздің кейіпкеріміз үнемі жолдан ұшып кетті. Сол жарыстар кезінде Айртон Сенна апатқа ұшырап, оның өлімі белгілі дәрежеде Шумахердің жеңіске жетуіне көмектесті. 1996 жылы ол Ферраримен келісімшартқа отырып, осы команданың жетекші ұшқышы болды. Олардың ынтымақтастығы шынымен де жемісті болды. Сонымен қатар, агрессивті және педантикалық жүргізуші оған жақсы әсер етті. Нәтижесінде команда мүшелері мұқият және егжей-тегжейлі болды. 1999 жыл Шумахер үшін өте қиын болды. Апат, дәлірек айтқанда, шиналар қабырғасында автокөлікке ұшып кетті. Салдарынан көлік қатты соғылып, жүргізушінің өзі ауыр жарақат алды. Ол өз бетімен шығуға тырысты, бірақ ашуланған Майклдың өзі сәтсіз аяқталды. Дәрігерлер оны даладан алып кетті. Қос аяқтың сынуы ұшқыштың болашақ мансабына күмән келтірді. Бірақ екі операциядан кейін оңай бас тартуға дағдыланбаған Майкл кәсіпқой спортқа оралып, жаттығуларын жалғастырды. Ал нәтиже қандай? Мен өзімді мақтан ете аламын. Шумахер 7 рет әлем чемпионы атанды. Көптеген атақтар мен медальдарды жеңіп алды. Көптеген ұлдардың кумирі мен арманына айналды. Жақында ол үлкен спортты тастап, көліктерді сынап, кеңес беруді бастады. Ал 2013 жылдың 29 желтоқсанында Михаэль Шумахер ұлы және достарымен демалысты өткізген Мерибель тау шаңғысы курортында француз Альпі тауында шаңғы теуіп жүргенде жантүршігерлік апатқа ұшырады. Дайын емес еңіс, және ол қар тастың астынан байқамай, кенеттен оның үстінен құлап, басын тасқа қатты соқты, есін жиды. Бірақ кейін тасымалдау кезінде құлап қалды. Оның жағдайы нашарлағаны сонша, Шумахерге тіпті жасанды желдету керек болды. Жасанды камаға 2 операция жасалды. Ол ұзақ уақыт бойы жатты. 2014 жылдың 20 маусымында ол ақыры оянып, қазір Лозаннадағы ауруханада қажетті оңалтудан өтуде. Кейбір оң динамика бар болса да, аты аңызға айналған жүгіруші біршама ұзақ қалпына келтіруге тап болады. Дүние жүзіндегі оның мыңдаған жанкүйерлері мен жанкүйерлері өздерінің кумирлері туралы шын жүректен уайымдайды.